өтіп жатқан шараның мәні де зор, өйткені тұңғыш президент кітапханасы бізге осы саяси қуғын-сүргін бағытындағы өте құнды құжаттарды тапсыруға ұйғарым жасап, Алжир кешенінде осы жерде 31 күні жылда бүкіл зиялы қауым өкілдері, қарапайым халық, ұрпақтар келіп, осы жерде жаңағы жазықсыз жапа шеккен аналарға Құран бағыштап, соларды еске алып, ұрпақтар естелік айтып, гүл шоғын қойып, соларға бір тәу етеміз. Біздің елімізге, осы қазақ жеріне қаншама ұлттар жіберілді. Олар осы жерге жіберіліп, қазақ халқы өзінің қонақжайлылығымен, мейрамдылығымен осы ұлттарды өлуден сақтады.